Все, рахмет вам, Татьяна, всем рахмет, что начали. А, Роза, Жұлдыз ханым, саламатсыздар ма? Қалай, естіліп тұр ма мені? Дұрыс па барлығы? Немен? Саламатсыз ба? Иә, естіліп тұр. А, Жақсы естіліп тұр. көрініп тұр ма? Иә, иә. Аха. Мен тағы да танысып өтейін өзімді, себебі көптеген спикерлер келеді әрқашан. Мен есімім Алишер болады. Мен негізі жоба менеджерімін, өзім стартапермін, 2 мәрте стартап жүргізген болатынбыз. Сонымен қоса неше түрлі жобалар жүргіземіз, IT саласында, маркетинг саласында, сатылымдармен де айналысамыз. Сол себепті жан-жақты воркшоптар өткізіп жатырмын. Сіздер ойлап қалатын шығарсыздар, неге анау тильдада да, мынау презентацияны да барлығын жүргізіп жатқан себебім, өзім де осы жолды өткенмін. 2 мәрте жан-жақты, біреуі бір IT жобасы болды. Біз билетный платформа жасағанбыз, яғни егер бір киноға болсын, немесе театрға болсын, билеттер сатып алатын болсаңыз интернеттен, сол билетный платформаларды біз жасаған болатынбыз. Сонымен қоса басқа да бизнестерді атқарғанбыз. Ол оқу саласындағы бизнестер, ағылшын тілі мектептері, емтіға дайындық саласындағы көбінесе қызмет көрсету өнімнен, қазір қателеспесем, өнімді де жарнамалаған болатынбыз. Неше түрлі өнімдер, картиналар болды, сосын анау Қытайдан алып келіп сатылатын өнімдер, сосын гүлдер сатумен айналысқанбыз. Неше түрлі, яғни стартап жобалар болған. Біреулері маусымдық, біреулері тоже тест ретінде, гипотезаны тестлеу ретінде. Сол себепті бүгін сізге қалайша бизнес идеяны қорғау, бизнес идеяның презентациясын қалайша жасау, яғни қорғауды және де бөлек оны инвестордың алдында қалайша дұрыс қорғап шығуды, оны бөлек тағы да өтеміз. Бүгін жартысын ғана атап өтем. Питчинг не, және де оның түрлері қандай. Ал бүгін толықтай презентацияны толтырамыз. Және де сіздің жобаларыңыз, сіздің бизнестеріңіздің мысалмен толтырып өтеміз. Сіздерде қандай бизнес? Роза ханым, Жұлдыз ханым, өзіңіз қосылып айтып кетсеңіз. Микрофондарыңызды қосып. Бізде бір өнім, жүнмен жұмыс жасаймыз. Бір өнім ба? Болды. Түсінікті. Қазір 1 минут кешіріңіз. Рахмет, кешіріңіз. Иә, есімде, енді сіз екеулеріңіз бірге кәсіп жасайсыздар. Бізге сонымен қоса Сүлеймен қосылды. Армысыз. Бізде жоба презентациясы туралы инвесторге қалайша жобаны дұрыстап түсіндіріп беру, қалайша көрсету, қорғау, сол туралы қазір воркшоп жүріп жатыр. Сізде қандай бизнес? Сізге де сұрақ, Сүлеймен. Микрофоныңызды қосып, қатысып сабаққа жауап берсеңіз, немесе чатқа жаза салсаңыз. Кофейня ғой сізде. Тамаша. Иә, яғни қазір сіздің түрлі салаларыңызға байланысты мысалдарды келтіреміз. Кофейня бойынша, сосын жүн орып, неше түрлі бұйымдар жасау. Егер қателеспесем, аяқ киім жасайсыз, сосын сувенир жасайсыз, иә? Соны талқылағанбыз ғой өткен сабақта, тильда сабағында. Сосын сәлематсыздар. Жаңағы кафеде, отбасылық кафелерде
жаңағы әйелдердің үй шаруашылығына курстар бойынша және Сіз халықтың өткізесіз ба? әлеуметтік осал тұстарына курстарды Мгм. именно кафенің ішінде профориентация сияқты жүргізу бойынша әңгімесін өрбітсеңіз жақсы болар еді. Дұрыс. Мен көргенмін сіздің инстаграмларыңызда, сіздер неді? Мухаммед пе? Сообщество жинайсыздар, иә? Анау кәсіпкерлік әйелдерді, кәсіпкерлер. Да, Все, можно так сказать. түсіндім. Жақсы. Бізде просто консервный цех бар. Үйдің нелерін жабатын. Сол кафеде соларды жабу мақсатында керек жағдайда жаңағы топты шаруашылыққа жүргізіп, еңбектің қалай жасалатынын көрсету бағытында. Түсінікті. Жақсы. Ол мысалдарға да тоқталып өтеміз. Ал жақсы, бастап жүрейік. Презентация экран барлығы көріп тұр ма сіздерге? Кейбір мәселелері қазір түсіндіріп берем. Яғни презентацияны бірге толтырайық деп атап кеттім. Бұл жобаны жалпы алғашқыда бизнес идея презентациясын қалай толтыруға болады деген воркшоп деп атын қойдым. Оны екі тармақтан тұрады. Бірінші тармағы, яғни ол презентацияны дайындау. Екіншісі ол яғни қалай презентацияны қорғау. Оны біз бөлек өтеміз. Мен оны дайындап беремін алдын ала. Қараңыз, алғашында сіз жиі, егер стартап, егер жобаларға қатыссаңыз, егер енді осы кәсіпкерлік жолына түссеңіз, болашақта питч жасау дегенді да естуіңіз мүмкін. Естіп педіңіз ба бұрын? Естіген жоқсыздар ма? Питчинг деген сөзді. Немесе ол жоба қорғау деп те аударылады. Жарайды, ендеше естулеріңіз болмаса, ол ағылшын сөзінен шыққан, яғни сатуға немесе бейсбол деген ойын бар, сол жерде питчер деген бар, яғни допты лақтырады, және де допты лақтырған ұғымы, яғни ұпай әкелу, және де бір ұпай әкелу мағынасымен, яғни сіздің бизнес идеяңызды қорғасаңыз, кәсібіңізді дөңгелетсеңіз, сізге де, яғни инвесторге өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің неге сіздің бизнесіңізге ақша құю керек екенін, соның барлығын түсіндіріп беруі питчинг деп аталады. Оның бір ерекшелігі, ол 30 секундтан бастап 5 минутқа дейін жобаның қысқаша презентациясы. Оның мақсаты инвестормен, яғни келіссөзге шығу, және де ең дұрысы питчингтің авторы бір кішігірім, түсінікті, тиянақты өзінің хикаясын айтып беруді. Мысалға, бір түрі айтады: менің бизнесім күніне 6.000 теңге әкеледі, оның шығындары күніне 3.000 теңге, біздің жобада 6 адам жұмыс істейді, біздің адресіміз Түркістан көшесінде, біздің логотипіміз қара түсті кофенің чашкасы, да, мысалы. Сіз не естідіңіз? Тек қана фактілер естідіңіз. Яғни оның сын сипаты, оның саны қанша екенін, және де оның логотипінің түсін естідіңіз. Және де кейбіреулері естіңізге қалды, кейбіреулері қалған жоқ. Енді питчингтің ерекшелігі, ол мысалға алсақ, лифтінен көтеріліп бара жатсаңыз, немесе кезекте, немесе бірге таксиде келе жатсаңыз, ең қызығы лифтіде. Себебі шамамен лифтінің қанша сағатысы бар? 10, 15, 12 да ары кетсе. Сол уақытта, сол қысқаша мезетте өзіңіздің бизнес идеяңыз туралы қысқаша түрде, анық түрде ең керекті фактілерін айтып беру. Яғни сіз бірінші форматты естіңіз, екінші форматты тыңдаңыз. Мысалы десек, тура солай, менде кофейня делік. Мен айтам: мен есім Алишер. Мен өзім кофе құмар адаммын. Мен жастайымнан бастап осы кофені өзім жасап, өзім бариста болып жұмыс істедім. Ендігі кезекте қазір шамалы қомақты ақша жинап, өзімнің кофейнямды аштым. Мен кофейнямның ерекшелігі, біз таңғы сағат 8-ден бастап кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс жасаймыз, және де авторлық кофе береміз. Егер де шамамен бір чашканың
құны 1000 теңге болса, шамамен бізде айына 500 клиент өтеді, осындай оборот аламыз. Болды. Қысқаша түрде өзіңіздің историяңызды айтып бердіңіз, яғни инвестордың құлағында есінде қалды. Мынау Алишер деген бала жастайынан кофейняны армандап, өзі кофеханада жұмыс істеп, яғни егер өзі жұмыс істесе бәрін біледі ғой, жетік меңгерген ғой. Және де сондықтан оған сенім артуға болады дегендей. Осы екі хикаяның айырмашылығын байқадыңыз ба? Роза ханым, Жұлдыз ханым қатысып айтсаңыз, жалпы не бары? Міне қосымша адамдар қосылды ғой. Фатима, Динара, Нұржанат, Орынкүл, армысыздар. Егер де осы мысалдар тыңдасаңыз, давайте қысқаша түрде мини презентация жасап шығайық. Әрбір өзінің бизнесі туралы, әрбір адам, егер де Роза мен Жұлдыз бірге жұмыс істесе, өзіңіз таңдаңыз, кім питчинг жасайтынын. Қысқаша түрде 30 секундтық, 1 минуттық питчинг жасап шығайық. Кім бірінші шығады? Кімнің қол астында микрофоны бар? Кім сабаққа қатыса алады активный түрде? Саламатсыз ба? Менің есімім Роза Мұхамбет. Мен жастайымнан еңбекке баулып өскен өнердегі адаммын. Мектеп бітіріп жатқанда 3 өлең кітабым жарыққа шықты. Айтыс ақынымын. Бірақ оқуымды жаңағы қазақ тілі әдебиеті бағытында бітіріп, қазіргі күнде ауыл шаруашылық бағытында жұмыс жасап келе жатырмын. Мақсатым адамдарға өзінің жан рахатымен өмір сыйлап, дұрыс кәсіп таңдауға үйрету. Қазіргі таңда консервілік цехтарымыз бар, өніміміз бар. Орал қаласында және Қазақстанның даже аэропортпен алып кететіндей, самолетпен алып кететіндей жағдайда сұранысқа ие товарымыз бар, премиум сегменті. Алдағы уақытта біздің жаңағы мақсатты нені айтып өту керек? Енді дұрыс барлығы. Өте дұрыс, барлығы дұрыс айтылған. Енді сонда өзіңіз қоссаңыз, қандай сізде айтады, нечестный, некачественный преимущество бар? Тек қана сізде ол бар, басқаларда жоқ. Басқалардан немен ерекшеленесіз? Назарбаев университетті бітіргенде менің мақсатым жаңағы консервный цех по деликатесным сортам овощей болған. Сол біздің ерекшелігіміз, деликатесті сорт өсімдіктерін өсіреміз. Огурцы болса ол корнишон, помидоры болса ол черри түрлері. Соларды жабу, қыз-келіншектерге үйрету, балдарды, әлеуметтік осал топтардағы балдарды сол өнерге баулу. Тамаша. Өмірге құштарлығын ояту. Тамаша. Бизнесті нөлден бастап сондай дәрежеге көтерілгенін көрсету арқылы кісілерге өзіне деген сенімді ояту. Тамаша, рахмет сізге, Роза ханым, бірінші болып шыққаныңызға. Мен соншалықты тез бастап кеттіңізді, секундомерді қосуға үлгермеппін. Бірақ та өзімнің атымнан сізге айтқан бір шамалы комментарийлерім. Бір ойды, бір ғана ой туралы, бір ғана өнім туралы, немесе бір ғана қызмет туралы айтып, және де өзіңіздің сол өнімге, сол қызметке қатысты ғана жақсы жақтарын айтсаңыз, сонда тиянақты түрде болады, бір ой түсінікті болады. Абылай өте керемет, тамаша айтылған. Ендігәрі оны қалайша жетілдіруге болады? Біріншіден, сіз қазір экспромтом шықтыңыз ғой, бірден камераны ашып, келе жатып, түсіндіріп барлығын өте күшті болды. Ендігі жолы сіз өзіңіздің питчингіңізді, қысқаша әңгімеңізді қағазға жазып алыңыз. Қағазға жазып, оның, егер қағазда жазылған болса, бірден көрінеді ғой. Так, мына жағы келет, мына жағы ұйқаспай тұр, мынаны өзгертем дегендей. Ол бір. Екіншіден, сол жазып алған қағаздағы әңгімеңізді бірнеше рет оқып, секундомермен өзіңізді тексеріп шығыңыз. Шамамен 1 минуттан аспау қажет. Және де ол келесі ретте сөйлесеміз, бөлек бір воркшоп болады питчинг туралы. Бірақ та ең күштісі
әңгіменің соңында, идеальный вообще питчинг болған, әңгіменің соңында қарама қарсы тұрған адам сізге немен көмектесе алады деген сұрақпен аяқтау. Мысалға, сіз маған питчинг жасадыңыз, мен трекер болып тұрмын, яғни воркшоп өткіземін, и сіз ақыр соңында айтасыз: Алишер, маған сізден трекерлік 1 сағатыңыз қажет, менің презентациямды тексеріп, қарап, жан-жақты маған қандай қателерім бар, соны айтып беріңізші. Вот, и мен уже сонда деп уже жауап қайтару керекпін сізге. Иә, немесе қашан, тағы сондай сияқты. Оны келесі сабақта нақты өтсеміз, бірақ та түп идеясы қарама қарсы айтқан адамға питчингтен кейін ұсыныс жасау. Яғни, немесе сіздің Мен алдыңыздан сізге осындай қызметтерді көрсете аламын, осымен буду вам полезна дегендей, да, B2B-де. Заинтересовать. Не совсем. Сіз маған айтып беріп жатсыз ғой историяны. Маған сұрақ қоясыз. Мысалға, тағы да бір мысал келтірейік. Егер де сіз B2B-да, бір инвестор партнермен сөйлесіп жатсаңыз, сіз ақыр соңында осылай айтасыз: мен идеям осындай, маған сізден 200 мың теңге инвестиция қажет. Сіз оны қашан бере аласыз дегендей. Көрдіңіз ба? И уже ол ешқайда кетпейді. Иә. Конкретный вопрос. Иә. Тағы да мысалдар бар ма? Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да мысалдар бар ма? Кім тағы да кіріп, осы Нұржана, Динара, Орынкүл, Фатима, қазір чатты көрейін, мүмкін біреу жазған шығар. Қайырлы күн, қайырлы таң, естім дейді. Мысалдарыңыз бар ма? Кәсіптеріңіз бар ма? Айгерім қосылды, Нұрсұлу қосылды. Нұрсұлу, сіз өзіңіздің мысалыңызды айтып бересіз ба? Питчинг ретінде. Қысқаша түрде өзіңізді таныстырып, кәсібіңіз туралы. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Жаңа кірдім, сұрақ түсініксіз. Жаңа кірдіңіз ба? Иә, мен жаңа ғана кірдім. Тағы да бір рет қысқаша түсіндіріп берейін. Біздің өтіп өткен тақырыбымыз, яғни бизнес идеяның презентациясы. Және оның алдында қысқаша презентациясын өтіп жатырмыз. Ауызша түрде 1 минутқа сыйымды болып, өзіңіздің кәсібіңіз туралы, өзіңіздің басқа кәсіпкерлерден ерекшелігіңізді айтып шығу. Мысалға, біз сізбен бір лифтке кірдік, бір лифтте шамамен 15-ші этажға дейін көтеріп бара жатырмыз. Сізде әр кетсе 1 минут уақытыңыз бар. Мен өте ауқымды ақшасы бар инвестормын. Мен сізге қазір сіздің бизнесіңізге, кәсібіңізге ақша құюға ықтималмын. Және де сіз маған қысқаша түрде өзіңіздің кәсібіңіз туралы айтып берсеңіз. Ұялмаңыз, қатысыңыз, мына жерде дұрыс емес деген жоқ. Өзіңіздің кәсібіңіз ғой, өзіңіз жетік білесіз. Менің есімім Нұрсұлу, ағаш шеберханасының бірінші өзін таныстыру керек па, қалай болады? Или сразу не тұрса? Айта өту керек па? Жөнінде. Бірден айта кетесіз, бірден. Мысалға, давайте бір мысал тағы да келтірейік. Сіз мүмкін мүлдем кеш келген шығарсыз, кім Роза ханымды да тыңған жоқ шығарсыз. Мен өз мысалымды келтірейін. Менде ағылшын курстарын өткізетін мектепделік, иә? Саламатсыздар ма? Менің есімім Алишер. Менде ағылшын курстарын өткізу мектебі бар. Мен жас кезімнен бастап ағылшын курсын өзім меңгерген болатынмын. Жетік түрде өзім Америкаға барып оқып келгенмін. Америкадан оқып келгеннен кейін өзім ағылшын тіліммен басқа адамдармен де бөліскім келіп тұрды. Өзімнің жеке методикамды ойлап таптым. Тек қана менде ол методика бар. Қалайша ағылшын тілін оңай түрде сөйлеп кетіп, 3, 4, 5, 6 сабақта алып кетуге болатынын. Және де мен осы
методикамен өзімнің мектебімді аштым. Мектептегі дәл қазір 30 оқушы, күніне 30 оқушы келіп оқиды. 5 мұғалім бар, және де осындай кәсіп жүргізіп жатырмыз. Шамамен оборотта бізде қазір 6-8 миллион айына ақша бар. Маған, ары қарай уже бөлек өтеміз, бірақ қысқаша түрде осы туралы ғана айтып кетсеңіз, осындай мысал. Мгм. Иә? Аха. Дұрыс, да? Жақсы, түсінікті. Менің есімім Нұрсұлу, Орал қаласынан. Бізде дәстүр ағаш шеберханасы. Бұл ерекше өндіріс цехы, жаңа өзіміздің әртүрлі өнімдерін шығарамыз. Соның ішінде бүкіл жаңа Қазақстан бойынша шетелге шығаратын жаңа қазақы нақыштағы әдемі оюлармен әртүрлі ыдыстар, сувенирлер шығарамыз. Бізде ерекшелігі жаңағы өнімдеріміздің, әсіресе ыдыстар, ол жаңа таза табиғи өнім. Ешқандай химиясыз, жаңағы арнайы технологиямен бапталып майланған ыдыстар. Бұл ыдыстарды жаңағы кішкентай баладан үлкен қарияға дейін қолданылады. Тамаша, күшті. Және де бізде жаңа тойбастарға арналған әртүрлі өнімдеріміз бар. Тойбастар қазір енді қазақтың тойы бітпесін, енді не көп, той көп қой. Әртүрлі тойлар бар. Мысалы, бесік той болсын, үйлену той болсын, жаңағы біреу пенсия шығып жатса да, даже біздің тойбастарлар да бар. Сондықтан бізде идея өте көп. Жаңашыл идея қазақтың нақыл сөздерімен әдемілеп жазылған, жаңа ойланып жазылған сөздерменен біздер әртүрлі салфетница, подставка для телефона, любой сувенир шығарамыз. Тамаша. Сондықтан бұл ходовой дейді, жаңа ходовой товар, өтімді товар. Кез келген адам жаңағы заказ бере алады. Тем более біздер тек қана Қазақстан емес, соны жақын жаңа қалада, Ресей қалаларына да жіберіп жатырмыз. Тамаша, рахмет Нұрсұлу. Сізге де Роза ханымға айтқандай нелерім бар, тілектерім. Осы әңгімеңізді, историяңызды қысқаша түрде қағазға жазып алыңыз. Қағазда мағыналы сөйлемдерді қалдырып, кейбір сөйлемдерді алып тастап, және де история толықтай андай баяндау керек та, неден бастадыңыз, ортасында қалай болды, және де қазіргі таңда қандай жетістікке жеттіңіз дегенмен аяқталу керек. Сол историяңызды жазып алып, өзіңіз бірнеше рет оқып алып, дайындалып дегендей, чтобы айтады ғой, тақпақ жаттайды ғой, тақпақ сияқты күнде сізді оятса, соны жатқа білетіндей етіп жаттап алсаңыз, келесі ретте мысалға да Роза ханым да айтып жатыр, жалпы сіз жиі түрде сондай кездесу мүмкін да, может быть, инвестормен бір лифтте кездеспейсіз, но, например, бір неге шақырды сізге делік, мероприятияға шақырды. Ол мероприятияда кәсіпкерлер, әйел адамдар кәсіпкерлер жиналды, басқа да кәсіпкерлер. Соның ішінде бір журналистер жүр делік, немесе инстаграмға түсіретін адамдар, мобилографтар жүр делік. Солар сізге келіп бір сұрақ қойса, неден қобалжып қалмас үшін, сасып қалмас үшін, бірден осы жаттанды түрде жазылған питчингіңіз туралы өзіңіздің самопрезентация ретінде карточкаңызда айта саласыз. Негізі менде ондай бір не бар еді, қағаз жазылған бар еді, для телевидения. Вот, тура сол ғой, тура сол. Түсінікті. Жақсы, әріптестер, көрдіңіз ба, шамалы қатысып дегендей таңертеңгісінен оянып, рахмет сіздерге, кім қатысып жүр, активны. Енді сабаққа көшетін болсақ, толықтай, яғни питчинг дегеніміз енді түсінікті, ол ұғым түсінікті. Ал питчинг қайдан келеді? Осы хикаяңыз, историяңыз делік тыңдады сізді, айтты, о, күшті, Нұрсұлу, өте күшті сіздің кәсібіңіз, маған мен сізге инвестиция қойғым келеді. Бірақ та менің юристерім бар, менің экономистерім бар, оларға өзіңіздің презентацияңызды салып жүрсеңіз, мынау почтаға, олар маған шешім қабылдауға көмектеседі дейді. Сонда сізде дайын түрде уже презентация болу керек. Сол презентацияны қалайша толтыру керек екенін, соны бүгін қысқаша түрде өтіп кетсек.
біріншіден, яғни питчинг туралы айттық, енді презентацияға көшетін болсақ. Презентация бірнеше түрлері бар, және де мына алдында жақсы жазылған түрі бар. Слайдтардың оңтайлы саны, яғни статистика жүргізген болатын, әрбір компаниялардың 20-ға жуық слайд дайындайды екен. Сонда бір DocSend деген компания бар, яғни ол барлық зерттеушілері осындай қорытындыға келген болатын, 20-ға жуық слайд дайындау керек деп. Және де оны жиі еститін шығарсыздар, мысалы түрлі нелерге, гранттық жобаларға қатысатын болсаңыздар, халық банкінен, бастау бизнесінен, дамудан, тағы сондай сияқты, олар да айтады, 20 слайд дейді барлығы. Сол қайдан шыққан екен? Гарвард бизнес мектебі бірлесе отырып, жалпы сомасы $360 миллион инвестиция алған компаниялардың презентацияларын зерттеп шықты. Сөйтсе, олардың барлығы 20 слайд қолданады екен. Сондықтан 20 слайд деген ұғым пайда болған. Бірақ та шын мәнінде слайдтардың оңтайлы саны мәселесінде статистика мен сарапшылар пікірлері әртүрлі болады. Мысалы, Дэйв Маклюр, әйгілі тоже бизнес-гуру, Гай Кавасаки деген нелердің презентацияларын жасаған. Сол айтады, 20 слайдты 2 есе қысқартуға болады дейді. Слайдтарды шектеуге керісінше кеңес береді. Слайдтар 10 болуы мүмкін, 20 немесе 30 ережесі бар болуы мүмкін. Және де 10 слайдтық презентацияларда өте распространенный дейді ғой. Мысалы, кезген стартаптар, мысалы, енді ғана кәсібін бастап, кәсібін туралы көп ұғым, көп статистика жоқ жобалар 10 слайдпен шектеледі. Уже, например, кәсібіңізді дөңгелетіп, өзіңізде финансовый модель, статистикасы, оборот, тағы сондай сияқты болатын болса, уже оларды қоссақ 20 слайдтан асып кетуі де мүмкін. Ал енді ғана бастайтын болсаңыз кәсібіңізді, оған басты 10 слайд қажет болады. Мен бүгінгі сабақта ол слайдтарды тіпті 6 слайдқа дейін қысқарттым. Себебі маған ұйымдастырушылардың да сұранысы болды. Бізге түсінікті түрде басты ұғымдарды жеткізе алатындай етіп презентацияларды құру керек дегендей. Мен ақыр соңында 6 слайд қалды менде. Енді солардың әрқайсысына тоқталып өтейік. Бірінші слайд жоба мақсаты деп аталады. Яғни әркімнің жоба дейміз, бизнес дейміз, тағы сондай сияқты, солардың ең алдымен құрылған мақсаты болады. Яғни не үшін жасалған, қандай шешім шешеді, кімге арналған жоба. Мысалы, кофейня болса, кофейняның мақсаты жан-жақты кофе құмар адамдарға күшті кофе беру. Мысалы, ағаштан жасалған бұйымдардың компаниясының мақсаты мүмкін отандық өнімді жасап, ежелден келген салт дәстүрлерімізді, тарихымызды сақтап қалу деген болуы мүмкін да мақсаты. Және де әрбір жобаның әртүрлі мақсаттары болуы мүмкін. Жобаның мақсаты ол бір сөйлеммен сіздің бизнесіңіз не үшін және оны не үшін маңызды екенін сипаттаңыз. Яғни әрқашан табысты компаниялар нақты себебі бар да, олар бір ғана ұғыммен, бір ғана нақты өз мақсатымен жүреді. Мысалға, асына компаниялардың арасында байланысты жеңілдету арқылы қол жеткізгісі келетін адамзаттың әл ауқатын ұмтылады. Немесе мен қазір мынау мысалдардан жеке бөлек мысалдар келтірем, егер мынау компанияларды білмесеңіз түсіндіріп берем тағы. Airbnb компаниясы бар, ол әлемдегі ең қазір дамып келе жатқан стартап. Ол саяхаттайтын адамдарға арналған, яғни басқа бір мемлекетке барсаңыз, отель емес, ал біреуден пәтер жалдайсыз. Кәдімгідей өзіміздікі пәтер жалдау бар ғой, посуточный. Тура сондай жасайды, тек қана бір ерекшелігі сервис қосқан оның ішіне. Яғни постельный бельесін ауыстырады, сабындарын тағы сондай сияқты барын сервиспен жасайды да, сондай бір ерекшелігі бар. Сондықтан да Airbnb-ның, яғни мақсаты бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдарды біріктіру үшін жұмыс жасаймыз дейді. Көрдіңіз бе? Олар айтпайды, біздің мақсатымыз
пәтерлерді жалға беру деп айтпайды. Біздің мақсатымыз андай арендодательдерге көмек көрсету деп айтпайды. Олар айтады, бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдарды біріктіру дейді. Көрдіңіз ба? Қарапайым пәтерді жалға беру бизнесін осындай үлкен мақсат қойып қойды. Үлкен мақсат қойған себеппен ол жоба біріншіден ауқымдылығы көрінеді, екіншіден оның болашақта дамып, үлкейіп, бүкіл әлемдік жоба болуына ықтимал ететін, мән мағына беретін сондай мақсат қойғандықтан, яғни осындай ауқымды жоба болуға енді предпосылки іздейді. Вот. Сол үшін давайте бірден тоже сабақ бір қалыпты теориялық қана болмас үшін практикаға көшейік. Жоба мақсаты әрбір кімнің қандай кәсібі болса, жоба мақсатын келтіріп кетейік. Және де осылайша сабақтың соңында сізде дайын слайдтар уже болады. Давайте бастап кетейік. Кімде тағы да қандай бизнес бар, жоба мақсатын талдап көрейік. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кофейня. Сүлеймен, сіз болдыңыз ба? Иә. Танысқаныма қуаныштымын, есімім Алишер болады. Менде жобамның мақсаты жаңа кофейня ғой, енді негізі кофейняда енді өзім түсінігім бойынша енді 3 түрлі ғой. Ең бірінші кофенің дәмі, оның ұсынылуы, сосын кофейняның атмосферасы. Адамды тартатын да ішке қарай қайта клиент соны ұнатып келу үшін. Менің мақсатым енді осы үшеуін біріктірейік бір сөйлемге. Менің кофейняның аты селфи деп қойдым да. Селфи Қазақстан деп ішінде бізде өзімандай атмосферасы деп қойдым. Бір стенаға полный анда Қазақстанның біздегі келген қонақтар болсын, или Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүрген адамдар суретке түсіп, бізге жіберіп, біз стенамызға іліп қоямыз жаңа суретті. Келген қонақтар Қазақстанның әдемі жерін көре алады. Анда өзінің фонымен де сондай бір өзім бір атмосфера ойлап тапқым келді. Бізде Қазақстанда әдемі жерлер көп, оны ешкім білмейді. Нақты білмеген адамдар көп. Бізде кофе ішіп отырып, тек қана кофе ішіп отырып қана қоймай, уже ол жерден уже жардан, стенадан анда атмосфера бар. Сондай идея қылып, сол жобаны біріктіріп, кез келген қаладан ашып, уже Алматыдан, Астанадан ашып, әр қаладан мүмкін даже болашақта ойым бар, әр қаланың өзінің суреті болады. Стенасында мысалы, ана кафеге барасың, Ақтөбеге, сен уже Ақтөбенің баратын, қыдыратын жерлерін білесің, ол жердегі суын, өзенін көресің. Алматыға барғанда да дәл сондай, мысалы, Көлсайды, нені көріп білесің, Астана жақтан Бурабайды білесің, тағы бір сондай бір ерекшеліктерімен көрсеткім келеді. Тек қана ол жерге барсаң, кофе ішіп, кофені алып кетіп қалмайсың, заодно уже жаңа местоположениесін мүмкін сондай бір танысу орталығы сияқты қылып жіберуге де болады. Анда бір қалай айтсам болады, өзіңмен мысалы анда айтам да, адамдар келген адамдар бізге келесің, өзіңнің Қазақстанның әдемі жерінде түскен суретіңді бізге Инстаграм арқылы жіберсең, бізден андай окошко фон бар, соған өзіміз шығарып іліп қоямыз өзіңнің рұқсатыңмен. Зато уже қалай айтсам болады, өзіне де ана адамға да қызық, оны көру үшін ол обратно келіп тұрады, өзінің суретін көру үшін оған да қызық та. Сосын кез келген адам да уже соған интересі пайда болады. Менің де уже мынандай суретім бар, менікін де қойыңызшы деп уже жібереді автоматически, не? Клиент тартуға жол дегенің ғой, енді өзінің сондай бір мақсатым бар, селфи қылып. Соған өзіңіз. Қараңыз, Сүлеймен, мен примерно қазір өз ойымнан келтірдім. Сіз бағана примерно маған жоба туралы айтып бердіңіз ғой, андай питчинг сияқты жасадыңыз. Өте тамаша ойлап табылған. Жалпы барлық отырған әріптестерімізге де мысал болсын. Кез келген жобаның осы Сүлеймен сияқты андай армандаған бір түп үлкен мақсаты болу керек та. Сонда жоба деген жан-жақты болады. Ол басқа жобалардан ерекшеленеді. Себебі Сүлейменге мысалы Нұрсұлумен салыстырғанда да қиындау деп ойлаймын да. Себебі кофейня деген
көп қой. Мысалы Астананың өзінде, мен Астанада отырмын, 1000 кофейня бар, және де әртүрлі нелері бар, интерьерлері әртүрлі бар, тағы сондай сияқты. Бірақ та әркімі, әр кофейня кофені бірдей жасайды. Сол қалпы эспрессо, сол қалпы капучино, сол қалпы латте дейді. Болды. Басқа ерекшелік болмайды. Әрі қарай уже әрбір кофейня ерекшеленеді. Немен? Интерьермен, тамағымен, сервисімен, акциялармен, тағы сондай сияқты. Енді Сүлеймен, сізде осындай идея болғандықтан, селфи деген, селфимен бөлісіп, фотоларын қалдырып дегендей, мен өз ойым осылай істеуге болады. Кофейня селфи, яғни селфи кофеханасы, селфимен бөлісіп, жаңа достарыңды тауып ал дегендей. Мүмкін оны тағы да басқаша да өзгертуге болатын шығар, бірақ та сондай бір жоба мақсатын қоюға болады. Яғни түсінікті ғой, кофейня болғандықтан, значит, кофе сатылады, ол түсінікті 100%. Бірақ та тағы да бір ерекшелігі, селфимен бөлісіп, жаңа достарыңды тауып ал дегендей, мынау кофейняда сен ылғи достарың жиналады деген сөз ғой. Яғни ол кофейняға келе бергің келеді дегендей, атмосфера да сізді жақсы, тағы сондай сияқты. Бірақ та сіз оны басқаша да жазып кетуіңізге болады. Өз шешіміңіз өзіңізде. Тағы да қандай мысал бар? Тағы да бір мысалмен толықтырайық, жоба мақсаты деген, яғни барлығына түсінікті болсын. Кімде қандай тағы да мысал бар? Микрофондарыңызды қосып, немесе чатқа жазып шығыңыз. Талдап өтейік тағы да мысалдарды. Жоқ па? Егер болмаса, мен сізге бір тағы да осындай не жасағым келеді, қосымша. Өйткені мына Airbnb тағы сондай сияқты түсініксіз болса, қазір. Қазір сізге тағы да күшті бір мысал келтірейін. Так, бір минут. Так, мында жоқ. Міне, осылай істеп көрейік. Яғни, қазір демонстрация жасаймын. Көрініп тұр ма? Қараңыз, мен барлық мысалдарды алмай қоямын, бірақ та мысалы да. Мынау мен сізге көрсетіп отқан слогандар, бірақ та ол слогандардың да мән мағынасы өте үлкен. Себебі әрбір компанияның атауы презентацияда бірінші слайд жазған кезде жобаның мақсаты тағы сондай сияқты. Сіз жан-жақты қысқаша түрде үлкен мақсатты көрсетулеріңізге тура келеді. Және де Nike, мысалы, бренді, мүмкін білетін шығарсыз, кроссовки аласыз, тағы сондай сияқты. Соны жасаған екен. Олай айтқан, just do it дейді, просто сделай это. Және де айтпағанда, Nike спортивный осындай магазин, немесе Nike спортивный осындай товарларды шығара дегендей. Просто сделай это дейді, да? Яғни, кезген адамдарға, мысалы, диванда отырып спортпен айналғысы келмейтін адамдарға осындай слоган жасап берген, да? Сондай слоган, яғни ары қарай компанияның мақсаты, түпкі мақсаты, және де жан-жақты клиенттерге көрсететін идеясын, түпкі идеологиясын таратқан болатын. Әр бизнес жөнінде жазған кезде осылай да жазуға болады. Жарайды, жақсы. Егер де жоба мақсаты түсінікті болса, ары қарай келесі неге көшейік? Келесі слайдқа көшейік. Сізде уже бірінші слайд бар. Және де бірден айта кететін, жоба мақсаты деген, мысалы біз жаздық қой, кофейня, селфимен бөлісіп, жаңа достарын тауып ал дегендей. Бірақ та мұнда классический түрде де жазуға болады. Например, селфи кофеханасы отыратын қанша орын? Мысалы бізде там 15 адамға бар орын бар. Кофенің осында 3 түрін жасаймыз. Және де біздің мақсатымыз
біздің ауылдағы, аймақтағы адамдарға әдемі деймін, настоящий жақсы насыщенный вкус болатындай етіп кофе жасау деп айтуға да болады. То есть олай да айтсаңыз болады. Яғни ол одан еш нәрсе кеткен жоқ. Міндетті түрде бір сөйлеммен жазу деген қатып қалған нәрсе жоқ. 3-4 сөйлем қоссаңыз да болады. Ең бастысы, кез келген адам бірінші слайдты ашса, сіздің нақты немен айналысатыныңызды білетін болса, сол ғана жеткілікті. Сол басты түпкі мағынасы осы. Екінші сұрақ, екінші слайд. Қандай мәселені шешеміз? Яғни, көптеген үздік жобалар ауырсынуды басатын болып табылады. Жалпы ауырсынуды басатын деген тұжырым қайдан шықты? Қараңыз, стартаптарда мәселе шешу деген, яғни кез келген жоба біреудің алдына қойған өзінің желаниясын немесе проблемасын шешеді ғой. Мысалға алсақ, Нұрсұлудың жобасымен мысал келтіретін болсақ, ол біріншіден үйдегі адамдарға, мысалы, қарапайым андай стеклянный неге қоюға да болады ғой, табаққа, железный табаққа болады. Бірақ та ол ағаштан жасалған ауызтаулар, ол сол үйдің иесінің мәртебесін көтеріп, мәртебесін көрсету, яғни мен деген осындай өзіміздің ата-бабаларымыздың салт дәстүрлеріне сай, өзіміздің тарихымызды ұмытпай дегендей, біздің ата-бабаларымыз қалайша киіз үйде отырып ағаш астаудан бешбармақ ет асатын болса, мен де сондай адаммын дегендей көрсетеді. Яғни мен патриотпын деп қысқартса да болады, ол ойды. Ол кәдімгідей үйде домбыра тұрады ғой, қамшы тұрады ғой, тура сондай ағаш астауда тұрады дегендей, сол адамның деген проблемасын шешеді. Яғни ол айтады, мен кәдімгі андай Прага деген магазинге барам, Прагада жасалған ыдыс аяқтардың дүкеніне барсам, ол жерде ол ағаш астау жоқ. Мен Икеаға барсам, швециялық фирма, ол жерде андай ағаш астаулар жоқ. Мен ағаш астауларды қайдан табуға болатынын білмеймін. Және ол менің проблемам дейді. Сосын сіз айтасыз, біз осындай адамдардың мәселесін шешеміз дегендей айтасыз. Тура солай кез келген жоба адамдардың, клиенттердің проблемасын шешеді. Және сол үшін де мынау ауырсынуын басады деп жазылып тұр осылайда. Бұл слайдта сіз өзіңіздің компанияңыздың клиенттің нақты мәселесін қалай шешетінін көрсетуіңіз керек. Мәселе соншалықты күрделі болу керек. Оны шешу үшін тұтынушы өзінің банктік картасын, мәліметтерін бейтаныс стартапқа жеткізгісі келеді. Яғни мұндағы күшті мысал, яғни егер де шешілетін проблема соншалықты ауқымды болмаса, онда ол сізге ақшасын бермеуі мүмкін. Мысал келтірейік. Сүлейменнің кофейнясымен мысал келтіретін болсақ. Мысалға, Сүлеймен мырзада кофейнясы бар, және де оның кофейнясіне өте күшті дизайн, айтады ғой, селфи, әрқашан адамдар бар, оған келуге желание болады да әрқашан. Ал қасында тұрған кофейняда жай ғана кофе береді, адам жоқ ішінде, мысалы, тағы сондай сияқты. Және де адамның түпкі проблемасы тек қана кофе алып ішу емес, сонымен қоса ішінде адамдардың болуына, жаңа атмосфераның болуына, жаңа достарды тауып алу үшін келеді екен. Мысалы, қыздармен танысқысы келсе, егер бойдақ болса, тағы сондай сияқты. Сол себептен нағыз проблеманы шешетін Сүлейменнің кофейнясы болады. Көрдіңіз ба? Тағы да басқа мысал келтірейін. Мен кофейняға кофе үшін емес, тыныш қана атмосферада отырып, сабақ жүргізу үшін келемін. Және де маған Сүлейменнің кофейнясымен салыстырсақ, андай шумный компаниясы бар кофейняға барғым келмейді. Мен тыныш қана атмосферада отырып, сабақ жүргізгім келеді. Ендеше
мен басқа кофейняға барамын. Көрдіңіз ба? Получается, әрбір адамның, әрбір клиентский сегменттің өзінің түпкі желаниясы болады, түпкі мақсаты, түпкі проблемасы. Және де сол проблемаға дәл тисеңіз, ол сізге өзінің ақшасын бере салады. Осы слайд түсінікті ма? Егер түсінікті болса, давайте бір мысалдар келтіріп шығайық. Кімде қандай бизнес бар? Әсем, Нұржанат, Айдана, Алмагүл, Динара қатысып отырсаңыз, егер микрофонды қоса алмасаңыз, чатқа жазыңыз. Егер қазір дәл жүріп жатқан бизнесіңіз болмаса, бизнес идеяңызды айтсаңыз болады. Мысалмен қарастырып өтейік. Каспий KZ біз үшін басқа не істей аламыз? Фатима, шамалы түсінбедім, сұрағыңызды басқаша жазсаңыз. Әсем, база отдыха бар дейді. Тамаша, күшті пример. База отдыха. Қандай мәселені шешеді база отдыха? Біріншіден, ол сіздің база отдыхыңызда не бар, соған байланысты. Әсем, сіз микрофоныңызды қоса аласыз ба? Қысқаша айтып кетсеңіз, база отдыхада не бар? Суға түсе аламын ба, ат міне аламын ба, атқа міне аламын ба, домик жалдаймын ба, не бар? Қысқаша айтып кетсеңіз. Бізде база отдыхада арендаға тапсаң беседкаларды ала алады. Тамақ пен сусындарды өздерімен бірге алып келеді. Пляжда суға түсуге болады, волейбол ойнауға болады. Тамаша, бағасы қанша? 17 мыңнан басталады, 17 мыңнан 50 мыңға адам санына байланысты. Тамағы кіре ма ішіне? Жоқ, тек орын жалдайды. Мысалы, 17 мыңға тапсаң, 10 кісіге арналған. Соның ішінде несі бар? Стол, дастарханмен жайылған, мангал, барбекюшница, электрочайник. Тамаша. Тамаша. Қаланың ішінде ме, әлде қаладан сыртта ма? Қаланың кішкене сыртында деп айта алады, бір 10 минуттық жол. Түсінікті. Қасында көл, бір нәрсе бар ма природасында? Саған өзені. Тоғай бар ма? Саған өзені, сосын жан жағында теректер, көп теректер. Күшті. Елестеттім, рахмет, елестеттім. Ендеше, Әсем, сізде осындай мәселені шешетін мүмкін сіздің жоба. Мысалға делік, мен қалада жұмыс істеп атқан күнделікті қарапайым офисный сотрудникпін да. Мен 5-дневный рабочий неделям бар. Сағат таңғы 9-дан бастап, кешкі сағат 7-ге дейін, 6-ға дейін жұмыс жасаймын. Мен күнделікті өмір салтым, яғни жұмысқа барып, отырып бір орында, кейін кешкісін үйге қайтып, телевизор көріп, сондай адаммын да. Мен семьям бар, кішкентай қызым бар, және де әйелім бар, ол қазір декретте үйде отыр. Мен сіздің осындай примерно портрет клиентпін да, және де осындай адамдарға қандай ұсыныс жасауға болады? Сіз айтасыз. Біздің база отдыха арнайы жас отбасыларға арналған база отдыха. Біз сіздерге қалалық суета дейді ғой, қалалық жұмыстан, қаладан дем алуға арнайы қаланың сыртында орналасқанбыз. Сол үшінді. Біздегі ауа райы, біздегі табиғат сізге күнделікті офистік жұмысыңыздан демалуға көмектеседі. Бізге келіп 2 күн или 1 күн өткізсеңіз, 2 апта демалғандай, яғни сергітіп, жаңа жұмысқа келіп, қайтадан өте күшті дейді ғой, күш жинап жұмысқа қайта ораласыз дегендей ұсыныс жасауға болады. Осы мен айтқан ұсыныстан не байқадыңыз? Әсем?
жаңағы несін ценность деді ғой, соны көруге болады. Не үшін мен мысалы база отдыхқа демалуға келу керекпін? Себебі демалғаннан кейін жаңа күштермен қайтадан жұмысқа оралуыма болады. Жаңа күш жинап. Иә, дұрыс таптыңыз. Мен бағасын айтқан жоқпын. Мен қайда орналасқанын нақты айтқан жоқпын. Мен бізде тапчан бар, тағы сондай сияқты айтқан жоқпын. Мен тек қана қандай біз адамның үлкен түпкі мәселесін шешетін айтып бердім. Көрдіңіз ба? Себебі сіз сияқты қаланың маңайында орналасқан тағы да 5 зона отдыхы бар, база отдыхы бар. Бесеуінде де тапчан бар. Бесеуінде де кішігірім өзен бар. Бесеуінде де теректі тоғайлар бар. Көрдіңіз ба? Бірақ та қайсысы клиенттің түпкі проблемасын шешеді? Сіз ғана шешесіз. Себебі сіз ғана клиентке айтасыз. Сен қалалықсың ба? Сен күнделікті жұмыстан шаршадың ба? Бізге келіп демалып ал. Себебі біздегі ауа райы, біздегі табиғат саған көмектеседі. Күш жинап, қайттан жұмысқа оралуына көмектеседі дегендей, тиянақты түрде ұсыныс жасадыңыз. Ол яғни мәселені шешу. Себебі кезген адам база отдыхын іздеген кезде әрине ол ойланады. Сіз айтқанды ойлайды, мен айтқанды ойлайды. Қай жерге барып демалып қайтсақ екен деп, тағы сондай сияқты. Бірақ та тапчан, тағы сондай сияқты, мангал, оның барлығы ол түсінікті. Оны, конечно, айтасыз, 100% айтасыз. Бірақ та клиенттің түпкі мәселесі ол мангал алу емес, ол тапчаннан болу емес, ол семьямен шығып барып база отдыхқа демалып қайту. Осы болып табылады. Егер де дәл осыны айтсаңыз, бірден клиенттің желаниясына дәл тиесіз. Түсіндіңіз ба, Әсем ханым? Иә, түсінікті, рахмет. Иә. Қысқаша түрде басқа мысал келтірейін. Егер де сіз семейный адамдарға емес, ал мысалы балық аулайтын балықшыларға ұсыныс жасайтын болсаңыз, сіз айтасыз, біздегі өзенде ең үлкен, ең күшті балықтар бар. Біздерге келіп, балық аулап демалып келесіз дегендей айтуға болады. О, сізге, значит, балық аулау үшін келеді. Яғни әрбір клиентке сай мәселелерін қандай мәселесін шешетініңізге соны айтып кеткен дұрыс болады. Келесі слайд шешімі. Яғни мен қысқаша түрде уже айтып кеттім шешімінді. Яғни мәселені сипаттағаннан кейін сіз оны қалай шешетініңізді көрсетуіңіз керек. Мұнда сіз өзіңіздің тұтынушылық құны қандай екен және сіздің шешіміңіз тұтынушылардың өмірін қалай жақсартатынын түсіндіруіңіз керек. Көрдіңіз ба? Тек сөздер жеткіліксіз болады, сіздің өніміңізге пайда әкелетін жағдайлардың нақты мысалдарын келтіріңіз. Мысалға, менің қаламда танымал көлік, бұл велосипедтер. Велосипедпен жүретін көптеген балалар және олар жиі бұзылады. Шешім, велосипедті жөндеуге әркімнің уақыты бола бермейді. Сондықтан мен велосипед жөндеу қызметтерін көрсетемін. Мынау чатта бағана тағы да біреулер жазған болатын. Конфеты без сахара өндіремін дейді Айдана. Айдана бар ма? Все, Айдана бар. Айдана сізге арнап осы шешім бойынша мысал келтірейік. Мысалы, мәселе, көптеген адамдар сахарный диабетпен ауырады, немесе көптеген басқа мысал. Мен өз өмірімнен мысал келтірейін, егер рұқсат етсеңіз. Менің әйелім біздің қызымызға кәмпиттерді көп жегізбейді. Себебі ол ойлайды, қызымда аллергия болады, немесе тістері бұзылып кетеді деп ойлайды. Тістеріне кариес шығады деп ойлайды. Сол үшін мен әйелім қанты аз, бірақ природный тәттілерді, айтады ғой, органический ма, природный тәттілерді іздейді. Замена іздейді да, анау кәмпиттерге. Бірақ та балалар, менің қызым, ол берген тамақтарды аса жақсы көрмейді. Себебі ол, енді басқа балалар кәмпит жейді ғой, ол да кәмпит жегісі келеді. Сонда сіз айтасыз, мен шешімім осындай. Тәттіні жегізбейтін, балаларына тәттіні жегізбейтін аналары үшін мен арнайы осындай кәмпиттерді қанты аз немесе қантсыз мүлдем кәмпиттерді жасаймын. Ол кәмпиттердің түрі,
сипаты, оберткасы бәрі нақты кәмпит сияқты, бірақ та ішінде қанты жоқ, қанты болмайды. Сондықтан да менің жасаған өнімдерімді кішкентай балаларға және де олардың андай заботливый аналарына сатуға болады, және де кішкентай балалар алып жейді оны дегендей шешім айтасыз. Түсінікті болса, Айдана плюс қоя салыңыз чатқа, егер микрофонды қоса алмасаңыз. Және де егер түсініксіз болса, давайте тағы да бір мысал келтірейік. Так, Айданаға түсінікті, рахмет. Рахмет. Енді басқаларға да түсінікті болған шығар. Мысал өте қарапайым. Егер бірінші слайдта біз не істейміз дейсіз, екінші слайдта біз қандай мәселені шешеміз дейсіз, үшінші слайдта ол шешім қалайша, ол қандай шешім екенін түсіндіріп бересіз. Егер де астаулардың мысалында келтірсек, айтасыз, біз осындай ағаштан, арнайы қандай ағаш екенін айтасыз. Кім бар ма айтпақшы? Нұрсұлу бар ма қазір неде? Сабақта шығып кетті ма? Нұрсұлу бар екен ғой. Нұрсұлу ханым, Нұрсұлу ханым, сіз өзіңіздің бизнесіңізге сай өзіңіз мысал келтіре аласыз ба? Шешіміне. Сіз міне, мен сізге бастап берейін. Как будто вы представьте, мен сізге клиентпін, мен сізге келдім, айтам. Нұрсұлу ханым, менде осындай проблема бар. Мен әкем өте андай дәстүрлерді, салт дәстүрлерді, тарихты өте жақсы көреді, қазақи болады. Біздің үйде дөңгелек үстел де бар, біздің үйде домбыра да бар, тіпті анда үйдің несін стеналарын керегемен жасап тастады, көрпешелерде отырамыз жер үстелде. Енді барлығы барда, тек қана астау жоқ. Соны іздеп жатырмыз, ағаш астауды. Сізде бар ма? Қандай шешім бере аласыз маған? Бізде астаулардың түрлері бар. Мысалға, ол өлшеміне байланысты. Сізге мысалы қандай үлкені керек пе, әлде орташасы керек па? Және сізге қандай түрі керек? Аяғымен ба, или аяқсыз ба деген сияқты. Бұл жерде мысалы түрлері көп. Олар қалай жасалады? Бұлар кәдімгі табиғи ағаштан жаңағы ойылып, жаңағы жасалады. Қолменен жаңағы ойылады барлығы. Одан кейін обработка жасаймыз. Зығыр майымен майлап, бірінші зығыр майымен майлаймыз оны. Оны мысалы 20 минут тұрғаннан кейін қайтадан сүртіп тастап, оны бір суткаға қоямыз. Ыстық майға үстінен құйып, оны кәдімгі баптау үшін бір 3 күн кетеді. Бір астауды. Мысалы бізде бір астауды бір күнде бір астау шығармаймыз, бірнеше астау шығарамыз. Мысалы 6 астау шығарсақ, сол 6 астауды біздер бір күнде майлап, солай баптаймыз. Түсінікті. Ендеше сіз шешім ретінде, Нұрсұлу ханым, сіз шешім ретінде айтасыз, бізде ағаштан жасалған, табиғи өнімнен жасалған астаулар бар. Как раз сіздің әкеңізге өте жақсы болады олар. Біз тіпті салт дәстүрлерді жақсы көрсе, ою өрнек жасаймыз. Мысалы, по заказу сіз айтсаңыз, қандай нені ойып береміз, немесе бізде осындай ходовой, осындай оюларды жасаймыз дегенде айтасыз. И егер де менде запрос болса, мысалы, оның несіне байланысты, гигиенасына байланысты, тағы сондай сияқты, сіз уже айта аласыз. Вот қандай процедура өтеді, тағы сондай сияқты. Бірақ та менде ондай қазір запрос болған жоқты, сондықтан сіз тек қана айтасыз, мінекей, салт дәстүрлерге байланысты. Ақыр сонда немен аяқтауға болады? Мысалды айтасыз, шешім айтасыз. Сіз ет асуға керек қой сізге? Мен айтамын, иә деймін. Сонда сіз жауап бересіз. Бізге ет асуға ең үлкен бар астаулар бар. Оған мысалы бір қойдың еті сияды дегендей. Болды, мен айтамын. Болды, керемет, маған осы шешім керек, мен осыны сатып аламын. Сонда шешімі сондай болады.
Түсінікті, рахмет сізге қатысқаныңыз үшін. Келесі слайд нарық. Сұрақтарыңыз болса қосыла беріңіз. Нарық, яғни сіздің мақсаттарыңыз бен шешкіңіз келетін мәселе туралы айту ғана маңызды емес. Сіздің өніміңіз үшін нарық бар екенін көрсету керек. Яғни кез келген инвесторге сіздің тауарларыңызды нарықта көп адамдар қажет екендігін, көп адамдарға қажетті екендігін түсіндіру керек. Яғни бұл слайд сіздің презентацияңызда шешуші рөл атқарады. Өйткені көптеген кәсіпкерлер оны ең маңызды деп санайды. Нарық ол стартаптың болашағы, тағдыры анықтайтын маңызды фактор дейді инвестор Марк Андресен. Неге десеңіз, өйткені көптеген әулетті клиенттері бар жақсы нарық стартаптан дұрыс өнімдер шығарады. Нарық бірденмен толтыруы керек, және бұл оған пайда болатын алғашқы құнды өнім болады. Мысал келтірейік. Мысалы, ағаш астаулармен мысал келтірейік. Ағаш астаулар немен санайтын болсақ, стереотиппен санайтын болсақ, тек қана қазақтарға керек дейді. Немесе қазақтарға, қырғыздарға, өзбектерге керек дейді. Мысалға, стереотиптен санайтын болсақ. Және де Нұрсұлу ханымның нарығы осы мемлекеттермен шектеледі. Осы мемлекеттерде тұратын халықпен шектеледі. Егер база отдыха дейтін болсақ, база отдыха қайда орналасқан? База отдыха орналасқан, мысалы, радиус дейді ғой, яғни радиусында 100 километр радиуста ғана 100 километр радиуста ғана елдер келе алады. Себебі одан алыс болса, 200 километр, 500 километр алыс болса, ол келмейді ол база отдыхына. Түсіндіңіз ба? Кофейня делік. Егер кофейня мен үйімнің қасында болса, дәл астында түсе саламда, кофені іше салам. Болды, ендеше мен осы кофейняның жиі келуші клиентімін. Ал мысалы басқа районнан келіп, әдейі сол кофе үшін автобусқа отырып, немесе такси жалдап баруға, скорее всего, ондай болмайды. Сондықтан да әр бизнестің өзінің нарығы бар. Және де қайсы бір бизнес, мысалы, тауар болсын, қызмет болсын, масштабты нарықта орналасқан болса, соншалықты сіздің бизнесіңіз, кәсібіңіз инвесторлерге тартымды болады. Мысалға, Uber және Airbnb, яғни Airbnb-ні алдында айтып өттім, пәтерлерді жалға береді. Uber болса, ол такси қосымшасы, яғни Яндекс сияқты, InDriver сияқты, сондай сияқты да. Осы екі стартап бастапқыда Сан-Франциско шығанағы аймағында бағытталған болатын, яғни кішігірім Америкадағы бір қалада. Facebook болса, яғни үлкен желі білесіз ғой, социальный сеть, әлеуметтік желісі. Ол алдымен Гарвард университетінде пайда болған. Яғни кейін ғана басқа нарыққа шыға бастады. Ал бастапқыда кішігірім Сан-Францискодан, және де кішігірім Гарвард, одан да кішкентай аймақтардан басталған болатын. Осы слайдта ең маңыздысы сіздің бизнесіңіздің қандай нарықта екенін көрсету, және де қандай нарыққа шыға алатынын көрсету болып табылады. Давайте тағы да бір бизнес мысалмен көрсетейік. Кім бар, кімде қандай тағы да бар кәсіп. Давайте талдап көтейік. Немесе талдауға жаңа қатысушылар болмаса, сол берілген мысалдармен қарастырамыз. Динара ханым, микрофоныңызды қостыңыз. Қайырлы күн, саламатсыздар ма баршаңызға? Мен кіммін? Мен үкіметтік емес ұйым өкілімін. Бизнесім әлі жоқ. Менің үкіметтік емес ұйымымда Жарқын және қоғамдық бірлестігім әлеуметтік осал топты дамыту, тұлғалық дамыту, оларды қолдау, оларға кеңес беру мақсатымыз. Осы мақсатта енді біздер оларды жаңағыдай тек қана көмектесіп қана қоймай, оларды бизнеске тарту, оларды жұмыспен қамту, сол мақсатымызда бар, алдымызға қойған. Осы бағытта мен енді өзім бірінші бизнес жағын үйреніп, менде қазір білім жетіспейді, сол білім жетіспегендіктен осы жобаға келдім, қатысып жүрмін.
көптеген нәрсе үйрендім. Енді мысалы ретінде мен ең бірінші ойыма келген идея ол клининг қызметін Тамаша. жобасын ашу. Себебі бізде аналардың барлығы да уже жасап жатыр. Әркім өзі бір-екі жерге барып келеді, объявление көреді де, жаңа үй тазалап барып келіп жүр. Енді осылардың барлығын басын біріктіру. Соған енді ең бірінші неден бастау керек? Орынкүл ханым маған көп кеңестерін айтып жүр. Жалпы енді бір құрттай бір батылдық жетпей тұр ма, әлде қалай, сондай барлығына дайынмын. Енді бастап кету сол ғана қалып тұр мендегі жағдайда. Ал жоба бойынша, причинг бойынша бұлардың барлығында мен басқа да тренингтерден үйреніп жүрмін. Жалпы білемін, 1-2 минутта көрген жерде көптеген инвесторларға, осыға дейінгі қайырымдылық шараларға, қандай да бір мақсаттарымызда, бір мерекелерде осындай қажет деген кезде енді жылдам айтып үйреніп, ондай жиындарда көріп қалып, олардың бәрін қолымнан келеді деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет сізге. Қазіргі таңда өзімнің ештеме қажет жоқ, тек қана сол бір сенімділік па, сондай жетпей тұр енді. Енді мен бір айтар себебім, Динар ханым, егер де сіз осы жобаға қатысып, қазір микрофонды қосып дегендей әрбір неге воркшопқа қатыссаңыз, уже сіз қадам жасадыңыз бизнеске қарай. Әрі қарай сенімділік деген, мысалы қазір жоба презентациясын жасайсыз, оны қорғайсыз, болды, әрі қарай уже, грубо говоря, айтады ғой, назад пути нету дейді ғой. Болды, әрі қарай егер презентацияңыз болса, егер қорғасаңыз, егер де бір Құдай қаласа бір жерге қатысып грант ұтып алсаңыз, ақша алсаңыз, уже назад пути нету, оны бәрібір жасайсыз, бәрібір кәсібіңізді дөңгелетесіз, Құдай қаласа. Енді қысқаша түрде я сізге мысал келтіріп кетейін, клининговый компанияға осы 3-4 слайдқа өткен. Біріншіден, жоба мақсаты қаладағы немесе аудандағы барлық аналарға, барлық жұмыста жиі жұмыс жасайтын, мысалы бизнесте жиі жұмыс жасайтын, немесе үлкен зәулім үйлері, коттедждері бар адамдарға осы услуганы көрсету, қызметті көрсету, яғни олар өздерінің уақытын үнемдейді. Біз болса оларға үйлерін күшті жинап береміз, және де осы біздің жоба мақсаты. Бүкіл біздің аудандағы, бүкіл қаладағы үйлерді жинап, адамдарға бос уақыт сыйлау. Көрдіңіз ба? Бос уақыт. Мұндағы ең маңызды шарт адамдардың уақытын босату деген. Екіншісі, қандай мәселені шешеміз? Айтасыз, біз бизнесте жүрген немесе, жоқ, давайте бизнесте жүрген емес, біз үлкен коттедждері бар хозяйкаларға үйлерін жинап береміз. Және де олардың үйді жинауға уақыты жоқ. Ол бір. Екіншіден, олардың үйлерін жинаған кезде олар анандай біз сияқты тиянақты жинай алмайды. Мысалы, шкафтың астында, диванның артында, тағы сондай сияқты. Кәсіби. Например, бізде қызметтің ішінде мойка окон деген бар. Біз терезелерді жуамыз. Әрбір кімнің үйдегі отыратын ханымдардың екінің бірінен қолы келмейді оны жууға. Бізде болса арнайы приборлар бар, приспособлениялар бар. Біз оны сатып алдық. Мысалы, липучкамен безопасностьта сақтандыру мәселесін қолайлы шарттарына барлығына сай біз терезелерді жуамыз. Сырттан да, ішінен де жуамыз. Мысалға. Енді шешім қандай? Айтасыз, менің командамда 10 күшті үйлерді күшті жинайтын профессионалды түрде уже опыты бар 10 әйел келіншек бар дейсіз. Олар жұмысты таңертең де кешке де жасай алады. Кімге қалай ыңғайлы. Және де ең бастысы, олар менде договорда отырды. Және де мен олардың әрқайсының отбасын білем. Сондықтан да олар сіздің үйлеріңізден еш нәрсе алып кетпейді, ұрлап алмайды, Құдай сақтасын. Мен оған жауап беремін, себебі олар менде договорда отыр. Оны сіз шешімнің ішіне саласыз. Себебі клинингке келетін болса, көп адамдар клинингке сенбейтін себебі оларға безопасность керек. Бір нәрсені ұрлап алады, бір нәрсені алып кетеді дегендей, тағы сондай сияқты.
Және де төртіншісі нарық дейсіз. Біз осындай мысалы Ақтау немесе Ақтөбе, білмейсіз, Орал қаласынансыз ба, біз сол қалада жұмыс жасаймыз, және де қаланың сыртына да шыға аламыз. Біздің нарықта қаланың ішінде қанша 300-200 мың адам бар делік, оның ішінде коттедждер саны 5 мың коттедж бар. 5 мың коттедж осы біздің нарық. Осы нарықта біз жұмыс жасаймыз дейсіз. Алишер, рахмет сізге көп. Запись сақталады ғой, да? Мен мұнда автобусқа мініп қалып едім. Сақталады. Ең бастысы нарықта, яғни әркім түсініп алсын, нарық деген ал тек қана сіздің қазіргі таңда қолыңыз жете алатын жерлермен шектеледі. Бірақ та егер де айтады ғой, кім Сүлеймен айтты ғой басында, Сүлеймен шығып кеткен сияқты. Сүлеймен айтты ғой басында, мен қазір тек қана мен қазір бір қалада болсам, Ақтауда болсам, болашақта Ақтөбеге де шығамын дейді. Олай да болуы мүмкін. Барсыз ба? Иә. Сіз қазір қандай қаладасыз? Кофейня қандай қалада, Сүлеймен? Селфи қазір мен өзім Ақтаудың маңында Бейнеу деген ауылда. Бейнеу. Міне, сіз айтасыз, егер де біздің қазір кофейнямыз Бейнеудің нарығымен шектелетін болса, болашақта франшиза сату арқылы біз Ақтауға да шыға аламыз, Ақтөбеге де шыға аламыз, Оралға да, бүкіл батыстағы кофейняларды селфидің кофейнялармен ашып тастаймыз дейсіз. Оны да сіз нарықтың ішіне қоса аласыз. Мысалы, инвестор деген, бұйырса Құдай қаласа. Мысалы, инвестор деген, оны да бірден бір түсіну керекті. Сіз уже масштабированияға, басқа өлкелерге шығуға дайынсыз дегенді. Көрдіңіз ба? Тек қана нарықты, мен нарығым осы Бейнеу ауылы деп шектелмеңіз әрқашанда. Бейнеу ауылы, бірақ та басқа да нелерге шыға аламыз дегендей айтасыз. Нұрсұлу ханым егер де немен сатса, маркетплейстермен сататын болса, ол мүлдем айтуы мүмкін. Мен нарығым бүкіл әлем деп айта алады. Қай жерге жеткізу доставка бар, қай жерден клиенттер келсе, сонда жібере беремін. Вот. Динара ханым сізге Атыраудан кеңес береді ашуға. Мінекей, нарықты да өттік. Келесі соңғы 2 слайд қалды. Күте тұрыңыз, шыдамдылық тамалы. Қазір шамамен 1-15 минутта аяқтаймыз. Соңғы 2 слайд өнім немесе қызмет және де команда. Өнім немесе қызмет. Бұл слайдта өнімнің егжей-тегжейін сипаттаңыз. Мен әдейі түрде осы жерге еш нәрсе жазған жоқпын. Себебі практика барысында әркімнің қандай өнімі бар екенін соны талқылап өтейін десек. Егер де ол астаулар болатын болса, яғни сіз айтасыз, біздің астауларымыз осындай табиғи өнімнен жасалған, осылай майланады. Вот здесь, Нұрсұлу ханым, осы жерде айтасыз уже. Қандай стадиялары бар, қалайша майланады, қалайша дайындалады. Осы стадияда өнім немесе қызмет туралы айтып бересіз. Фатима, микрофон өзіңізде. Өнім немесе қызмет, жалпы бизнес туралы айтып шықсаңыз. Давайте как раз өнім немесе қызмет слайдын сіздің мысалыңызда қарастырайық. Жарайды, саламатсыз ба? Алишер мырза, өте құнды ақпараттар питчинг бойынша. Мен Фатима, Ақтау қаласынанмын. Осы жерде тренинговый центр ашқым келеді. Өзім бизнес саласында 10 жылдық стажым бар. Қазіргі таңда енді өнім немесе қызметке тоқталатын болсақ, менде қазір қызмет түрлері бұл бизнес дағдылар деген студенттерге арналған оқу бар. Айына 1 ай оқытылады, айына 50 мың теңге. Екінші қызмет ол жеке брендті қалыптастыру, ол жаңашыл өздерінің бизнесін бизнес ашқан, бірақ оны дамытқысы келетін тұлғаларға арналған. Бұл жерде оларға жаңағыдай менторство өткізіледі. Оның құны 200 мың теңге. Ол 2 ай өткізіледі. Үшінші қызмет бұл бизнес жоспар жазу. Бұл кімдерге арналады? Бұл негізінен грантқа, мемлекеттен қайтарымсыз гранттарға 5 миллион теңге бар, сосын 400 МРП бар, сол тұлғаларға
бизнес жоспар жасаудың негізгі фишкілері жазудың фишкілері айтылады, презентация жасау, ораторлық шеберлікті дамытып, сол жерде қорғау қызмет ұсынылады. Бұл жерде консультация арқылы жүргізіледі. Бұл консультацияның уақыты 2,5 сағат, бағасы 50 мың теңге. Қазіргі таңда осы 3 қызмет бойынша мен өзімнің бизнесімді жасап жатырмын. Онлайн оқуға бола ма, Фатима ханым? Онлайн, офлайн оқуға болады. Онлайнның бағасы да тура солай бола ма, әлде не скидкасымен бола ма, қалай? Жоқ, онлайнның бағасы да осындай болады. Түсінікті. Мен просто айтарымды, яғни сіздің клиенттеріңіз осы сабақтарда отыр ғой, осы сабақтарда жүр. Сразу мына жерден клиенттеріңізді ала алмайсыз ба? Жазылыңыздар маған. Біз сіз бәрін жасаймыз деп. Шынымен де енді ешқандай қалжың жоқ. Мынау қазір бұрында мен өзім просто сол салада жұмыс істедім де, Атамекен кәсіпкерлер палатасы 19-шы жылы, 20-шы жылы бизнес бастау жобасында оларда кәдімгі бизнес тренерлер болғанда, және де ол бизнес тренерлердің жұмысы сол бизнес планды көмектесу, дайындау, грантта беру сондай болатын да, и тегін болатын ол. Өйткені, яғни неден, үкіметтен төленетін да. Мен қазір естуім бойынша 2021-ден бастап па, 22-ден бастап па, қазір бұл жоба бастау бизнесті бизнес тренерлер жоқ. Гранттар бар, бірақ бизнес тренерлер жоқ. Және де әр адам өзімен өзі, то есть бизнес планды құра ала ма, құра алмай ма, өздерімен өзі жүрді, и әркім түсе алмайды да грант алуға. Сол үшін сіздің бизнесіңіз қазір өте андай актуальный дейді ғой. И мен естуім бойынша біраз адамдар жасаған ондай бизнесті, және де бағалары сізден де жоғары бар. Кейбіреулер 500 мың дейді. Өйткені кейбіреулер вообще до того пошли, айтады, грант алып береміз ғой, 400 МРП. Сол гранттан пайызын бересің дейді. Поэтому өте қолайлы шарттар Фатима ханымда. Кім грантқа түсем десе, егер Фатима ханымның тәжірибесі бар болса, өзіңіз енді анықтап аласыз ғой, мен жарнамалап жатқан жоқпын. Бірақ та негізі осындай адамдармен ілесіп, мемлекеттік гранттарды алуға өте қолайлы болады да. Өйткені өзіңіз барсаңыз, неше түрлі нелері болады. Түсе алмайтын адамдар көп та, өздері барса. Мен бір қосып кететінім, мен дорожный карта бизнеса деп айтады ғой, қазір 5 миллион. 2021-2022 жылдары комиссия құрамында болғанмын. 2 жыл қатарынан. Сондықтан осы стажға да осы қосымша ретінде қолдана аламын. Қараңыз, Фатима ханым, ендеше сізге өнім немесе қызмет слайды бойынша сіз тек қана название услуги, қызметтің атауы мен бағасын емес, өнім мен қызмет дегенде, жалпы сіздің стартабыңызда сіз қызмет көрсетесіз ғой, негізі өнім емес, қызмет көрсетесіз. Және де қызметтің сипаты ол өзіңіз болады, жеке брендіңізге байланысты болады. Сіз айтасыз ғой, бізде брендті қалыптастыруға курстар бар дейсіз. Жалпы ол курстарды өткізетін кім? Егер де өзіңізді өткізетін болсаңыз, яғни осындағы қызмет көрсетушіні көрсету керек та. Яғни сізде өнім немесе қызмет слайдында сіз өзіңіз туралы айтасыз. Мен осындай жерде қызмет істедім, осындай тәжірибем бар, осыншама адамдарға гранттарын алып бердім, осыншама адамдардың кәсіптеріне осыншама миллион ақша алып бердім дейсіз. И өзіңіз туралы айтып бересіз да, и ақыр сонда айтасыз. Менде консультациялар осыншама теңге тұрады, мына услуга осыншама тұрады, мына услуга осыншама тұрады. Болды. Бірақ та сіз негізі өзіңізді сипаттау керексіз да осы слайдта. Неліктен мен таңдау керек, мен таңдау керек. Сізді таңдау керек. Неліктен басқа бизнес тренерге бармаймын, неліктен басқа жерден интернеттен оқып алмаймын. Осының барлығын сіз осы жерде түсіндіріп бересіз. Түсінікті. Әлишер мырза, өте құнды ақпараттар, рахмет сізге. Сізге де рахмет. Және де соңғы слайд, ол команда. Енді команданың слайдына келетін болсақ, мен негізі мынау презентацияны
презентациялардың слайдтарын стартаптық мысал ретінде құрдым. Яғни ол білмеймін мен басқа да бастау бизнес, басқа да мемлекеттік нелерде гранттарда қалай ол солай ма солай емес па білмеймін нақтысын. Бірақ та әрбір стартап инвесторге келген кезінде команда деген өте маңызды. Яғни ол соңғы мысал ретінде келтіргендей, Фатима ханымның егер де қарамағында өзі сияқты 3-4-5 адам болса, ол команданың қандай мықты екенін көрсетеді. Нұрсұлу ханымның мысалы шеберлері қандай командалар болса, мысалы біздің командада осындай тәжірибесі бар шеберлер бар дейтін болса, значит уже инвестор мынау жай ғана біреуден алып сатып жүрген емес, мынау шынымен де шебер ұста адамдарды жинап алды ғой өзінің мысалы кофейнямен келтіре алайық. Мысалы, бізде кофейня бар делік, бірақ та біздің командада мен ғанамын. Мен өзім баристамын, өзім официантпын, өзім аспазшымын, өзім жарнаманы жасаймын, өзім барлығын өзім жалғыз жасаймын делік. Сонда инвестор маған айтады, жарайды Алишер, мен саған қазір шамамен 5 миллион ақша құям дейді. Бірақ та сен әрі қарай қалайша дамисың, не істейсің ол 5 миллион ақшамен деген сұрақтар туындайды. Немесе басқа мысал. Менде кукуруза сату несі бар. Магазин емес, сен қалай? Фургончик дейді ғой, андай. Мороженый сататын, кукуруза сататын шамалы не шағын ғана кәсіп бар делік. Бірақ та менде біз семейный бизнес ол, мен әкем кукурузаны өзі выращивать етеді, өзі несін, әйтеуір өзімізден кукуруза сатып алмаймыз. Мен анам ол кукурузаны дайындайды, өзі неден тұздайды ма, тағы сондай сияқты. Мен болса үшінші адамында, отбасымда, мен оны тележкаға салып, күн сайын далаға барып сатамын. Көрдіңіз ба? Бізде жай ғана кішігірім кәсіп болғанымен, біз үшеуміз қатысып, 3 адам рөлдерді, әрбір адам өзінің рөлі бар да бизнесте. Сонда инвестор ойлайды, осыларға қазір ақша берсем, әкесі болса одан сайын жерді ұлғайтады, кукуруза егуге, анасы болса бірнеше прибор алады, немесе өзінің қарамағына қыздарды алады, өзі қарайды қалайша несін жасау әдісін. Баласы болса магазин ашады, ол магазинде уже кукурузаны сатады. Сондай командасы бар стартапқа ақша құйғым келеді. Енді мысал ретінде әркім өзінің командасы туралы айтып берсе, кім бар тағы да қатыспаған, кімнің командасы бар, маған өте қызықты. Сол қалпы Нұрсұлу ханым бола ма? Кім тағы да? Жұлдыз ханым қатысасы ба? Кім бар? Мен командам бар. Командамда 15 адам бар. Оның ішінде 8 жігіт жаңағы қолөнермен айналысады. Қолөнер болғанда именно шеберлердің 4 жігіт шебер қолөнермен айналысады. Қалғанда шлифовщики, столеры, әртүрлі. Тамаша. Станокта жасайды. Қалған жетеуі? Қалған жетеу, мысалы, бухгалтері бар, менеджері бар, повар бар деген сияқты. Бізде өзіміз тамақ пісіреміз, станок береміз жұмысшыларға.
осының барлығын жазу керек. Осы слайдта осының барлығын теріп жазасыз. Бірақ та бір ерекшелігі, 8 ұста бар дейсіз ғой. Әркімнің тәжірибесін жазып шығыңыз. Әркімнің ерекшеліктерін, жұмыс ерекшеліктерін жазыңыз. Біреулер мысалы ағашпен жұмыс жасайды, біреуі немен, темірмен жұмыс жасайды, біреуі өңдейді, біреуі тағы сондай сияқты. Ну, ерекшеліктер болады ғой. Есінде. Квалификациясына байланысты. Соны жазыңыз. Повар болса, поварды жазыңыз. Тіпті бізде технический персонал бар. Кім барлығын жинап, уақытылы жасайтын. Или бізде команданың ішінде айтпақшы, кейбір стартаптардың кәсіптердің ерекшеліктеріне байланысты партнерлерді де қосуға болады. Мысалы, айтасыз, бізде бір партнер аға бар, лесничий. Ол барып, күшті ағаштарды тауып, білмеймін, пеньоктар ма, бір нәрсе, сондай бір нәрсе алады ғой, или дайын ағаштарды ма, білмеймін, мен видеодан ғана көргенмін. Вот. Сондай адам бар дейсіз. Ол бізге күшті, бүлінбеген, шіріп кеткен емес ағаштарды тауып, лесничий ағай сол бізге ағаштарды поставщик болады деген нәрселерді команданың ішіне тізіп жазуға болады. Осының барлығын жазып шықсаңыз, Нұрсұлу ханым, міндетті түрде инвестор сізге Құдай қаласа ақша салады. Мен аяқтап шықтым. Енді 6 слайд. Неге 6? Бірден мысал келтірейін. Неге 6? Біріншіден, ол бастапқы базовый дейді ғой, базовый слайдтар. Әрбір слайдқа қосымша слайдтар салуға болады. Мысалы, қараңыз, жоба мақсаты, оған қосымша слайд кетеді. Біз қазіргі күні уже не істедік? Біз бүгінгі күнге дейін не істедік? Мысалы, біз уже 101 нәрсе астау шығардық, мыңдаған клиенттеріміз бар, осындай доставка бар, осындай маркетплейстерге шықтық. Осының барлығы біз жоба мақсатынан кейін өзіміз туралы айтып шығамыз. Біз уже қандай жетістіктерге жеттік. Уже көрдіңіз бе, бір емес 2 слайд болды. Қандай мәселені шешеміз деген слайдқа, екінші слайд қандай болады? Біз кімдерге, целевой аудитория дейді ғой, кімдерге мәселелерді шешеміз. Көрдіңіз бе? Уже айтасыз мына жерде. Біз қарияларға, жастарға, біз шетелге кетіп қалған қазақтардың, өйткені отанға дейін сағыныштарын басу үшін отандық өнімді жібере аламыз. Тағы сондай сияқты адамдарды тізімін шығарасыз. Көрдіңіз ба, уже сіз қандай мәселені шешеміз, және де кімге шешеміз деген 2 слайд шықты. Көрдіңіз ба, уже 4 болды. Шешім түсінікті, нарықты да 2 слайдқа бөлуге болады. Бүгінгі нарық және де болашақтағы нарық. Бүгінгі нарық деген ол қазір мысалы мен Бейнеуде ғана кофейням бар, болашақтағы нарық мен мақсатым бүкіл батыста кофейняларды ашу. Әрі қарай өнім немесе қызметті де бірнеше слайдтарға бөлуге болады. Яғни осындағы қосымша слайдтар бизнес модель, яғни қалайша мен өзімнің қызметтерімді сатамын. Яғни мен барып қолма-қол сатам ба, әлде мен сайт бойынша сатам ба, әлде тағы сондай сияқты. Кейін қосымша мұнда слайд жасауға болады. Unit экономика деген. Оны да болашақта өтеміз біз. Жеке воркшоп болады. Яғни менің бір сататын қызметім немесе өнімнің бағасы және де оған шығынына кеткен, жарнамалауға кеткен шығын айырмасы плюс болу керек. Яғни егер де сол айырмасы дұрыс болса, значит масштабтауға болады бизнесті. Және де осыдан шығатын тағы да бір слайд маркетинг. Ол да қосымша слайд болып саналады, себебі инвесторге бірінші этапта сіздің маркетинговый компанияңызды білуге қажеті жоқ, бірінші этапта. Ал егер де уже қызықтыратын болса сіздің идеяңызды, ол сізден қосымша сұрауы мүмкін. Маркетинговый план и финансовый модель.
финансовый модельде ол қосымша слайд қосуға болады, оны бөлек жеке мүмкін өткен боласыз. Сосын ақыр сонда осылай слайдтарды қоса берсек, 10-15-20 слайдқа дейін бару мүмкін. Және де ол сіз кімге дайындайтыныңызға байланысты. Мысалы, сіз бастау дамуға дайындайтын болсаңыз, олардың өздерінің шарттары болады. Қандай слайдта не бар екен. Мынау ол кішігірім бастапқы өзіңіздің жобаңыз туралы өзіңізге, және де может быть там инвесторды кездестіріп қалсаңыз, соған байланысты соларға арналған слайд. Мінекей, сондықтан да 6 ғана. Егер де түсінікті болса, ол жағы сұрақтарыңыз болмаса, соңғы қосып кететінім, команданың ішіне міндетті түрде өзіңізді жазасыз ғой. Бизнестің, мысалы, мен бизнестің там басшысы Әсем, немесе мен Алмагүл, тағы сондай сияқты, міндетті түрде өзіңіздің барлық жинаған тәжірибені, сертификаттарыңызды жазыңыз. Мысалы, осы жоба бизнес білім болса, мен бизнес білімді аяқтап, бизнес білімнен сертификат алдым деген мағлұматтарды да қалдырсаңыз өте дұрыс болады. Мен әдеттегідей осы өзімнің презентациямды сіздерге жіберемін. Қайта оқып шықсаңыз болады. Видеосын ұйымдастырушылар сізге жібереді. Және де сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Саламатсыз ба, Әлішер мырза? Мен сұрағым бар еді. Презентацияны дайындағанда бір жаңағы PDF-те ма, қандай файлда дайындау керек, және оның бір дайын базовый несі бар ма екен, формасы? Сұрағыңызға рахмет. Жаңадан бастау жүрген адамдарға, мысалы, біз презентация жасап көрген жоқпыз да, мүлдем. Сондай бір дайын несі болса, соған өзіміздің текстімізді жазып үйренсек деген ой. Қараңыз, бірінші сұрағыңызға формат. Формат әртүрлі, әркімге әртүрлі болуы мүмкін. Ең қарапайым және де жан-жақта таралған формат PowerPoint-та жасау. Яғни ол әрбір адамда бар. Windows программасында PowerPoint презентациялары бар. Бірақ та қазіргі таңда түрлері өте көп. Қазір облачный решениялар бар, Canva деген нәрсе бар, яғни ол интернетте жасалатын түрлі нелер бар, варианттар жасайтын. Ол форма дейді ғой, форма. Ең бастысы содержаниясы, ішіндегі. Енді екінші сұрағыңызға келетін болсақ. Мен жалпы осы сабақта әркім мысал келтіріп, уже негізі біз толтырып алдық. Осы 6 слайд болып кетті. Кімде кәсіп бар, уже әрбір сұраққа жауап бердік. Бірақ та мен сабақтың соңында айттым ғой. Қайда барсаңыз, олардың өздерінің шаблондары болады. Мысалы, бизнес білімнің осы жобада, ақыр соңында сабақтарында өздерінің шаблондары болады. Бастауға барып қатыссаңыз, өзінің шаблондары болады. Дамуда өздерінің шаблоны. Дайын бір ортақ келген шаблон жоқ. Бірақ та мен қосымша қазір іздестіріп көрейін интернеттен. Және де егер тапсам, сізге жіберіп қояйын. Бірақ та ол енді бәріне ортақ деп айтуға болмайды, бірақ та қолдануға болады. Жіберіп қояйын, мен жалпы организаторларға жіберейін, ол сізге таратып береді. PowerPoint-тағы мен бір рет өзімді жасаған болатын, бір инкубатор жасағанбыз. Сол жерде әрбір слайд и слайдқа қосымша сұрақтар. Например, слайд өзіңіздің бизнес туралы. Бизнестің мақсаты неде деген сұрақ тұрады да, сіз өзіңіз жауап бересіз соған. Түсінікті. Рахмет. Күтемін. Слайдты қашанға дейін дайындау керек дейді. Жұлдыз ханым, сіз ол сұрақты, рахмет. Сіз ол сұрақты Жұлдыз ханым ұйымдастырушыларға қойсаңыз дұрыс болады. Мен оны біле қоймаймын. Менің білетінім, бізде тағы да бір воркшоп болады, слайдты қалайша қорғау керек екен. Яғни ол қорғау техникаларына байланысты айтады ғой, бана Фатима ханым айтып шықты ғой, ораторский мастерство, тағы сондай сияқты, соған байланысты болады. Жақсы, құрметті әріптестер, егер де басқа да сұрақтарыңыз болмаса, мен уақытым шығып кетті. Мен сіздерге ұйымдастырушыларға осы мен сабақ түсіндірген
презентациямды жіберемін, және де қосымша Алмагүл ханым сұраған бір PowerPoint-тағы шаблонды іздестіріп көремін, немесе өзім дайындап беремін да, кешке дейін тоже организаторларға салып беремін, олар сізге таратады. Жақсы, рахмет. Здесь Татьяна или кто здесь есть? Да. Да, хорошо. Вот мы, получается, закончили. Я вот вам скину ссылку на шаблон презентации, но это общая презентация. В идеале я бы не хотел бы сейчас путать слушателей и отправлять свой шаблон, если у вас будет свой шаблон. Но мы с вами давайте спишемся, насчет этого обсудим, хорошо? Да, жақсы. Жақсы, құрметті әріптестер, рахмет. Бүгін өте күшті қызығушылық танытып, мысалдар келтіріп, микрофондарыңызды қосып қатысқандарыңыз үшін бәріне рахмет. Сәтті күн, сәтті апта тілеймін. Құдай қаласа, келесі воркшопта кездесеміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.